20 күн денеңе қамқорлық. Спорт және тамақтану. Бүгін біз рухани емес, денемізге де жауапты екенімізді еске түсіретін күн. Себебі мықты рух мықты денеде болады. Кейде адам өмірін өзгерткісі келеді, бірақ ең қарапайым нәрседен бастамайды. Қозғалыс пен тамақтанудан. Шын мәнінде энергияның көп бөлігі біз не жейміз және қаншалықты қозғалғанымызға байланысты. 20 күн денеңе құрмет көрсететін күн. Өзіңді қинау емес. Өзіңді жақсы көру. Спорт тек арықтау үшін емес. Спорт ойды тазарту үшін. Спорт көңілді көтеру үшін. Спорт тәртіп қалыптастыру үшін. Таңертең 10 минут жаттығу жасау үлкен бастама. Жүру, созылу, жеңіл жаттығу бәрі есептеледі. Маңыздысы тұрақтылық. Тамақтануда солай. Көп адам бірден қатты диета бастайды да тез тастап кетеді. Бірақ бүгінгі күннің мақсаты бірден идеал болу емес, аздан бастау. Бүгін өзіңізге уәде беріңіз. Артық тәттіні азайту. Су көбірек ішу. Бір пайдалы тағам қосу. Артық жеуден тоқтау. Денеңіз аманат. Оған қалай қарасаңыз, солай жауап береді. Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен денеме қалай қараймын? Оны шаршатып жүрмін бе, әлде күтіп жүрмін бе? Кішкентай қадамдар жеткілікті. 10 минут қозғалыс, көп су, жеңіл тамақ, таза ой. Егер бүгін бастасаңыз, ертең жеңіл сезінесіз. Бір аптадан кейін энергия пайда болады. Бір айдан кейін өзіңізді танымай қаласыз. 20 күннің мақсаты мінсіз болу емес. Бастау. Бүгін қозғалыңыз. Бүгін пайдалы тамақ жеңіз. Бүгін денеңізге рахмет айтыңыз. Себебі өзіңді жақсы көру денеңе қамқорлық жасаудан басталады. Достар, тапсырманы бүгіннен бастаңыздар. Тіркеліп өз ойларыңызбен бөлісіп комментарийге жазыңыздар.